еш уайымдама. Біреуде қарызың кетіп қалса да, қайтат саған, қайтат. Түсіп отырсың ба? Қайтат. Бермей кетті деген болмайды. Сен бұл дүниеде аламасаң, ақыретте қоясың. Болды. Ал енді оны кешу, кешпеу, ол сенің құзырыңдағы нәрсе. Кешсең, саған кешірімділік болады, кешпесең, саған күнә болмайды. Аласың қияметте. Мандай терің ғой. Онтан ойланайық. Совхоз директор болмағанымызға шүкір, алхамдулилля. Кім біледі? Анау сайлауға түсіп өтпей қалса, ренжімеу керек, қуану керек қайта. Алхамдулилля деп жаңағыдай. Сондықтан ол халықтың аманат деген нәрсе бар, оның бәрі үлкен нәрсе. Ол әркімге қатысты нәрсе бұл. Біз қазір бір шенеуніктерді ғана ойлаймыз. Алла оларға жеңілдік берсін. Ол халықтың қазынасын, несібесін тонап атқан бәрі орнына қояды. Ол қайтады. Сондықтан оларға айтарымыз, қазір кеудесінде жаны бар, тірі кезінде алған бәрін қайтарсын қазынаға. Соны қайтарсын. Қазір бұл дүниеде қайтармаса, бәрібір ақыретте қайтарады. Оны тозақпен өтейді. Оңай бұл. Ол мұсылман бола ма, ол намазхан бола ма, разница жоқ ол жерде. Біреудікін алдың ба, кәпірдікі болса да қайтару керексің болды. Қайтар. Өйткені ол соның дүниесі ол. Алла оны соған берген.